Жауларың сендерге қарсы көтерілсе, жаратқан ие оларды көз алдарында тізе бүктіреді. Олар сендерге қарсы бір жолмен аттанса, 7 жолмен кері қашады. Өйткені құдайларың жаратқан ие қолға алған барлық іс-әрекеттеріңді жарылқап келеді. Осы 40 жыл бойы мына кең байтақ далада жүргенде Құдай ие сендерді қорғап жүрді. Оның өзі бірге жүріп сендерге жар болғандықтан еш нәрседен таршылық көрген жоқсыңдар. Қалжырағанға ол қуат сыйлайды, қажып шаршағанға күш табыстайды. Себебі Құдайың жаратқан иемін, сені оң қолыңнан сүйемелдеймін. Қорықпа, мен сені қолдап қорғаймын, деп саған берік уәдемді беремін. Себебі жаратқан ие өзіне шын жүректен бағышталып, адал болып жүргендерді күш қуат беріп қолдау үшін бүкіл жер жүзін назарында ұстап отырады. Күмән жоқ, Құдайдың жолы мінсіз. Жаратқанның сөзі де еш мүлтіксіз. Құдайға сенім артқан бар жандарға ол қалқандай қорған әрі берік баспана. Жаратқан иеден басқа кім Құдай екен? Құдайымыздан басқа кім қорғайтын құз екен? Жаратқан тірі, құздай қорғаушым мақталсын, құтқарушы Құдайым лайым даңқталсын. Жауымнан өзімді аман сақтап қалдым, жоғары қойдың мені қарсыластардан. Сен құтқарып алдың зорлықшылдардан. Әрдайым иеме тігемін көзімді, жаудың торынан ол босатады өзімді. Құдайсыз жан көп қасірет шегеді. Ол жаратқанға сенімін артқан пендені оның берік рақымы қоршай береді. Ал мен Құдайды көмекке шақырамын. Сонда мені құтқарады жаратқаным. Ертеңгісін тал түсте және кешқұрым Құдайыма дауыстап жалбарынамын. Оның құлағына шалынады дауысым. Маған қарсы шығып шайқасқан көп жаудан Құдай жанымды сақтап алады аман. Жауларың сендерге қарсы көтерілсе, жаратқан ие оларды көз алдарында тізе бүктіреді. Олар сендерге қарсы бір жолмен аттанса, 7 жолмен кері қашады. Өйткені құдайларың жаратқан ие қолға алған барлық іс-әрекеттеріңді жарылқап келеді.
осы 40 жыл бойы мына кең байтақ далада жүргенде Құдай ие сендерді қорғап жүрді. Оның өзі бірге жүріп сендерге жар болғандықтан еш нәрседен таршылық көрген жоқсыңдар. Қалжырағанға ол қуат сыйлайды, қажып шаршағанға күш табыстайды. Себебі Құдайың жаратқан иемін, сені оң қолыңнан сүйемелдеймін. Қорықпа, мен сені қолдап қорғаймын, деп саған берік уәдемді беремін. Себебі жаратқан ие өзіне шын жүректен бағышталып, адал болып жүргендерді күш қуат беріп қолдау үшін бүкіл жер жүзін назарында ұстап отырады. Күмән жоқ, Құдайдың жолы мінсіз. Жаратқанның сөзі де еш мүлтіксіз. Құдайға сенім артқан бар жандарға ол қалқандай қорған әрі берік баспана. Жаратқан иеден басқа кім Құдай екен? Құдайымыздан басқа кім қорғайтын құз екен? Жаратқан тірі, құздай қорғаушым мақталсын, құтқарушы Құдайым лайым даңқталсын. Жауымнан өзімді аман сақтап қалдың, жоғары қойдың мені қарсыластардан. Сен құтқарып алдың зорлықшылдардан. Әрдайым иеме тігемін көзімді, жаудың торынан ол босатады өзімді. Құдайсыз жан көп қасірет шегеді. Ол жаратқанға сенімін артқан пендені оның берік рақымы қоршай береді. Ал мен Құдайды көмекке шақырамын. Сонда мені құтқарады жаратқаным. Ертеңгісін тал түсте және кешқұрым Құдайыма дауыстап жалбарынамын. Оның құлағына шалынады дауысым. Маған қарсы шығып шайқасқан көп жаудан Құдай жанымды сақтап алады аман. Жауларың сендерге қарсы көтерілсе, жаратқан ие оларды көз алдарыңда тізе бүктіреді. Олар сендерге қарсы бір жолмен аттанса, 7 жолмен кері қашады. Өйткені Құдайларың жаратқан ие қолға алған барлық іс-әрекеттеріңді жарылқап келеді. Осы 40 жыл бойы мына кең байтақ далада жүргенде Құдай ие сендерді қорғап жүрді. Оның өзі бірге жүріп сендерге жар болғандықтан еш нәрседен таршылық көрген жоқсыңдар. Қалжырағанға ол қуат сыйлайды, қажып шаршағанға күш табыстайды.
Себебі Құдайың жаратқан иемін. Сені оң қолыңнан сүйемелдеймін. Қорықпа, мен сені қолдап қорғаймын, деп саған берік уәдемді беремін. Себебі жаратқан ие өзіне шын жүректен бағышталып, адал болып жүргендерді күш-қуат беріп қолдау үшін бүкіл жер жүзін назарында ұстап отырады. Күмән жоқ, Құдайдың жолы мінсіз. Жаратқанның сөзі де еш мүлтіксіз. Құдайға сенім артқан бар жандарға ол қалқандай қорған әрі берік баспана. Жаратқан иеден басқа кім Құдай екен? Құдайымыздан басқа кім қорғайтын құз екен? Жаратқан тірі, құздай қорғаушым мақталсын, құтқарушы Құдайым лайым даңқталсын. Жауымнан өзімді аман сақтап қалдым. Жоғары қойдың мені қарсыластардан. Сен құтқарып алдың зорлықшылдардан. Әрдайым иеме тігемін көзімді. Жаудың торынан ол босатады өзімді. Құдайсыз жан көп қасірет шегеді. Ол жаратқанға сенімін артқан пендені оның берік рақымы қоршай береді. Ал мен Құдайды көмекке шақырамын. Сонда мені құтқарады жаратқаным. Ертеңгісін тал түсте және кешқұрым Құдайыма дауыстап жалбарынамын. Оның құлағына шалынады дауысым. Маған қарсы шығып шайқасқан көп жаудан Құдай жанымды сақтап алады аман. Жауларың сендерге қарсы көтерілсе, жаратқан ие оларды көз алдарыңда тізе бүктіреді. Олар сендерге қарсы бір жолмен аттанса, 7 жолмен кері қашады. Өйткені Құдайларың жаратқан ие қолға алған барлық іс-әрекеттеріңді жарылқап келеді. Осы 40 жыл бойы мына кең байтақ далада жүргенде Құдай ие сендерді қорғап жүрді. Оның өзі бірге жүріп сендерге жар болғандықтан еш нәрседен таршылық көрген жоқсыңдар. Қалжырағанға ол қуат сыйлайды, қажып шаршағанға күш табыстайды. Себебі Құдайың жаратқан иемін. Сені оң қолыңнан сүйемелдеймін. Қорықпа, мен сені қолдап қорғаймын, деп саған берік уәдемді беремін. Себебі жаратқан ие өзіне шын жүректен бағышталып, адал болып жүргендерді күш-қуат беріп
қолдау үшін бүкіл жер жүзін назарында ұстап отырады. Күмән жоқ, Құдайдың жолы мінсіз. Жаратқанның сөзі де еш мүлтіксіз. Құдайға сенім артқан бар жандарға ол қалқандай қорған әрі берік баспана. Жаратқан иеден басқа кім Құдай екен? Құдайымыздан басқа кім қорғайтын құз екен? Жаратқан тірі, құздай қорғаушым мақталсын, құтқарушы Құдайым лайым даңқталсын. Жауымнан өзімді аман сақтап қалдың, жоғары қойдың мені қарсыластардан. Сен құтқарып алдың зорлықшылдардан. Әрдайым иеме тігемін көзімді, жаудың торынан ол босатады өзімді. Құдайсыз жан көп қасірет шегеді. Ол жаратқанға сенімін артқан пендені, оның берік рақымы қоршай береді. Ал мен Құдайды көмекке шақырамын, сонда мені құтқарады жаратқаным. Ертеңгісін тал түсте және кешқұрым Құдайыма дауыстап жалбарынамын. Оның құлағына шалынады дауысым. Маған қарсы шығып шайқасқан көп жаудан Құдай жанымды сақтап алады аман. Жауларың сендерге қарсы көтерілсе, жаратқан ие оларды көз алдарыңда тізе бүктіреді. Олар сендерге қарсы бір жолмен аттанса, 7 жолмен кері қашады. Өйткені Құдайларың жаратқан ие қолға алған барлық іс-әрекеттеріңді жарылқап келеді. Осы 40 жыл бойы мына кең байтақ далада жүргенде Құдай ие сендерді қорғап жүрді. Оның өзі бірге жүріп сендерге жар болғандықтан еш нәрседен таршылық көрген жоқсыңдар. Қалжырағанға ол қуат сыйлайды, қажып шаршағанға күш табыстайды. Себебі Құдайың жаратқан иемін, сені оң қолыңнан сүйемелдеймін. Қорықпа, мен сені қолдап қорғаймын, деп саған берік уәдемді беремін. Себебі жаратқан ие өзіне шын жүректен бағышталып, адал болып жүргендерді күш қуат беріп қолдау үшін бүкіл жер жүзін назарында ұстап отырады. Күмән жоқ, Құдайдың жолы мінсіз. Жаратқанның сөзі де еш мүлтіксіз. Құдайға сенім артқан бар жандарға ол қалқандай қорған әрі берік баспана. Жаратқан иеден басқа кім Құдай екен?
Құдайымыздан басқа кім қорғайтын құз екен? Жаратқан тірі, құздай қорғаушым мақталсын, құтқарушы Құдайым лайым даңқталсын. Жауымнан өзімді аман сақтап қалдың, жоғары қойдың мені қарсыластардан. Сен құтқарып алдың зорлықшылдардан. Әрдайым иеме тігемін көзімді, жаудың торынан ол босатады өзімді. Құдайсыз жан көп қасірет шегеді. Ол жаратқанға сенімін артқан пендені, оның берік рақымы қоршай береді. Ал мен Құдайды көмекке шақырамын, сонда мені құтқарады жаратқаным. Ертеңгісін тал түсте және кешқұрым Құдайыма дауыстап жалбарынамын. Оның құлағына шалынады дауысым. Маған қарсы шығып шайқасқан көп жаудан Құдай жанымды сақтап алады аман. Жауларың сендерге қарсы көтерілсе, жаратқан ие оларды көз алдарыңда тізе бүктіреді. Олар сендерге қарсы бір жолмен аттанса, 7 жолмен кері қашады. Өйткені Құдайларың жаратқан ие қолға алған барлық іс-әрекеттеріңді жарылқап келеді. Осы 40 жыл бойы мына кең байтақ далада жүргенде Құдай ие сендерді қорғап жүрді. Оның өзі бірге жүріп сендерге жар болғандықтан еш нәрседен таршылық көрген жоқсыңдар. Қалжырағанға ол қуат сыйлайды, қажып шаршағанға күш табыстайды. Себебі Құдайың жаратқан иемін, сені оң қолыңнан сүйемелдеймін. Қорықпа, мен сені қолдап қорғаймын, деп саған берік уәдемді беремін. Себебі жаратқан ие өзіне шын жүректен бағышталып, адал болып жүргендерді күш қуат беріп қолдау үшін бүкіл жер жүзін назарында ұстап отырады. Күмән жоқ, Құдайдың жолы мінсіз. Жаратқанның сөзі де еш мүлтіксіз. Құдайға сенім артқан бар жандарға ол қалқандай қорған әрі берік баспана. Жаратқан иеден басқа кім Құдай екен? Құдайымыздан басқа кім қорғайтын құз екен? Жаратқан тірі, құздай қорғаушым мақталсын, құтқарушы Құдайым лайым даңқталсын. Жауымнан өзімді аман сақтап қалдың,
жоғары қойдың мені қарсыластардан. Сен құтқарып алдың зорлықшылдардан. Әрдайым иеме тігемін көзімді, жаудың торынан ол босатады өзімді. Құдайсыз жан көп қасірет шегеді. Ол жаратқанға сенімін артқан пендені, оның берік рақымы қоршай береді. Ал мен Құдайды көмекке шақырамын, сонда мені құтқарады жаратқаным. Ертеңгісін тал түсте және кешқұрым Құдайыма дауыстап жалбарынамын. Оның құлағына шалынады дауысым. Маған қарсы шығып шайқасқан көп жаудан Құдай жанымды сақтап алады аман. Жауларың сендерге қарсы көтерілсе, жаратқан ие оларды көз алдарында тізе бүктіреді. Олар сендерге қарсы бір жолмен аттанса, 7 жолмен кері қашады. Өйткені Құдайларың жаратқан ие қолға алған барлық іс-әрекеттеріңді жарылқап келеді. Осы 40 жыл бойы мына кең байтақ далада жүргенде Құдай ие сендерді қорғап жүрді. Оның өзі бірге жүріп сендерге жар болғандықтан еш нәрседен таршылық көрген жоқсыңдар. Қалжырағанға ол қуат сыйлайды, қажып шаршағанға күш табыстайды. Себебі Құдайың жаратқан иемін, сені оң қолыңнан сүйемелдеймін. Қорықпа, мен сені қолдап қорғаймын, деп саған берік уәдемді беремін. Себебі жаратқан ие өзіне шын жүректен бағышталып, адал болып жүргендерді күш қуат беріп қолдау үшін бүкіл жер жүзін назарында ұстап отырады. Күмән жоқ, Құдайдың жолы мінсіз. Жаратқанның сөзі де еш мүлтіксіз. Құдайға сенім артқан бар жандарға ол қалқандай қорған әрі берік баспана. Жаратқан иеден басқа кім Құдай екен? Құдайымыздан басқа кім қорғайтын құз екен? Жаратқан тірі, құздай қорғаушым мақталсын, құтқарушы Құдайым лайым даңқталсын. Жауымнан өзімді аман сақтап қалдың, жоғары қойдың мені қарсыластардан. Сен құтқарып алдың зорлықшылдардан. Әрдайым иеме тігемін көзімді, жаудың торынан ол босатады өзімді. Құдайсыз жан көп қасірет шегеді.
Ол жаратқанға сенімін артқан пендені оның берік рақымы қоршай береді. Ал мен Құдайды көмекке шақырамын. Сонда мені құтқарады жаратқаным. Ертеңгісін тал түсте және кешқұрым Құдайыма дауыстап жалбарынамын. Оның құлағына шалынады дауысым. Маған қарсы шығып шайқасқан көп жаудан Құдай жанымды сақтап алады аман. Жауларың сендерге қарсы көтерілсе, жаратқан ие оларды көз алдарында тізе бүктіреді. Олар сендерге қарсы бір жолмен аттанса, 7 жолмен кері қашады. Өйткені Құдайларың жаратқан ие қолға алған барлық іс-әрекеттеріңді жарылқап келеді. Осы 40 жыл бойы мына кең байтақ далада жүргенде Құдай ие сендерді қорғап жүрді. Оның өзі бірге жүріп сендерге жар болғандықтан еш нәрседен таршылық көрген жоқсыңдар. Қалжырағанға ол қуат сыйлайды, қажып шаршағанға күш табыстайды. Себебі Құдайың жаратқан иемін, сені оң қолыңнан сүйемелдеймін. Қорықпа, мен сені қолдап қорғаймын, деп саған берік уәдемді беремін. Себебі жаратқан ие өзіне шын жүректен бағышталып, адал болып жүргендерді күш қуат беріп қолдау үшін бүкіл жер жүзін назарында ұстап отырады. Күмән жоқ, Құдайдың жолы мінсіз. Жаратқанның сөзі де еш мүлтіксіз. Құдайға сенім артқан бар жандарға ол қалқандай қорған әрі берік баспана. Жаратқан иеден басқа кім Құдай екен? Құдайымыздан басқа кім қорғайтын құз екен? Жаратқан тірі, құздай қорғаушым мақталсын, құтқарушы Құдайым лайым даңқталсын. Жауымнан өзімді аман сақтап қалдым, жоғары қойдың мені қарсыластардан. Сен құтқарып алдың зорлықшылдардан. Әрдайым иеме тігемін көзімді, жаудың торынан ол босатады өзімді. Құдайсыз жан көп қасірет шегеді. Ол жаратқанға сенімін артқан пендені оның берік рақымы қоршай береді. Ал мен Құдайды көмекке шақырамын. Сонда мені құтқарады жаратқаным. Ертеңгісін тал түсте және кешқұрым Құдайыма дауыстап жалбарынамын. Оның құлағына шалынады дауысым.
маған қарсы шығып шайқасқан көп жаудан Құдай жанымды сақтап алады аман.